Прокатка яғни төсеніш тігіп алайық. Алдыңғы яғни магазиннен сатып алған төсеніштің үлгісін кесіп алдым матама. Мен муслини матасын таңдадым. Теріс жағын тігіп алып, оң қаратам. Кішкене ғана тесігін ішке қаратып, бір тағы шеттеріне машинкамен басып шығам. Немесе үтіктесеңіздер де болады. Мен машинкамен басып шықтым. Міне дайын болды. Енді осыны екі жағына кнопка салам. Менде біреу кішкентай салып көрейік. Мына жерде дұрыс емес салып қойыппын. Екеуін де бір бетке салып қойыппын. Бұлай салу керек. Болмайды. Міне бір беті осы жаққа қарау керек, бір беті солай видеодағыдай қарап тұру керек. Енді дұрыс болды. Төсенішім дайын.